Ақымақ қасқырдың аш қалуы. Өрісте жайылып жүрген қойдың ішінен бір арық қой жалғыз бөлініп қала беріпті. Қалың шидің арасынан бір қасқыр шыға келіп, «Міне керемет, қарным ашып келе жатыр едім. Кездескенің қандай жақсы болды. Бұйырған дәмге дауа жоқ, енді сені жеймін» дейді. «Жейтін болсаң, ажалым жеткен екен, бірақ өзің де мал танығыш едің ғой. Қарным қампиған, аузымда бір тісім жоқ, бір асым етім жоқ. Мені қайтесің, одан да босат, қоралы қойға қайтайын. Семіз қой әкеліп алдыңа тартайын. Жығы жұмсақты сен жемегенде кім жейді» дейді қой. Жығы жұмсақ деген сөз қасқырды қызықтырады. Қойды босатып қоя береді. Өзі қойдың семізін күтіп жатады. Қойда да, бағланда да жоқ. Қасқыр түңіледі. Қой деген момын ғой, алдауды білмеуші еді. Сірә оны ешкі азғырған шығар. Барып көрейін деп жорта жөнеледі. Бір төбеге шығып, төңірекке қараса, алдында қызылшаны күрт-күрт жайнап бір ешкі жүр екен. Көп қойда, қойшыда алыста екен. Қасқыр ешкіні бас салады. «Жанымды алып қалуға себеп болар ма екен» деген оймен ешкі мынаны айтады. «Атаң да, анаң да жақсы еді ғой. Қой тұрғанда олар ешкіні жемеуші еді. Мен қарапайым ешкі емеспін. Тойда билеп көзге түскен ешкімін. Ешкі билейді дегенді естімеген едім. Ондай өнерің болса, көрсет» дейді қасқыр. Ешкі: «Ендеше көз алмай аяғыма қара да тұр. Мен билеп берейін» дейді. Олай-бұлай секіре-секіре жалт беріп көп қойдың арасына кіріп кетеді. Сол арада қойшы да келіп, ешкі аман құтылады. Қасқыр осылай аш қалыпты.